жатырған бойынша пікірімді айтуды сұрағандар бар екен. Жатыр, тұр, отыр, жүр деген қалып етістіктер бар. Мысалы, келе жатырған емес, келе жатқан болады. Келе жаттым дегенді келе жатырттым демейміз ғой. Немесе келе жатат дегенді келе жатырат деп ешкім айтпайды. Сол сияқты келе жатқан дегенді келе жатырған деу дұрыс емес. Яғни келе жатыр, жедел өткен шақтың жұрнақ арқылы жасалған келе жаттым, сосын келе жатқан, келе жатат. Байқасаңыздар, келе жатырғанның жасалу формасының өзі басқаша, яғни нормадан ауытқу бар. Сондай-ақ немқұрайлы емес, немқұрайды деген дұрыс. Жалпы бар сөздерді жоқ сөздермен алмастырмау керек. Тіл нормасының өрескел өзгерістерге ұшырауы, сондай-ақ қазақы тілдің қойыртпақтануы жақсы нәрсе емес. Әр сөзді дұрыс айту, дұрыс жазу маңызды. Осындай бағытта сұрақтар қойып жатқандар бар. Тағы қандай сөздер бойынша білгілеріңіз келеді?